Армағайын эфирде күндізгі жаңалықтар, студияда мен Айдана Базарбайқызы. Облыс орталығындағы Серке Қожамқұлов атындағы музыкалық драма театрында республика күніне арналған салтанатты жиын өтті. Мемлекеттік және салалық наградалар табыс етілген іс-шара жайында келесі бейнематериалда. Егемендік туралы декларация қабылданған дата еліміз үшін тарихи күн. Бұл Қазақстанның еркіндік жолында жасаған маңызды қадамы. Ұлытау халқын ұлық мерекемен өңір басшысы Дастан Рысбеков құттықтады. Республика күні әрбір қазақстандықты ел тағдырына жауапкершілікпен қарап, туған жердің өркендеуі мен ел игілігіне үлес қосуға шақыратын ұлық мереке. Өткенге тағзым етіп, болашақта сеніммен қарауға шақыратын, елдік санамызды қалыптастырып, ортақ мақсаттар мен құндылықтар төңірегінде біріктіретін мейрам. Осы игі күні баршаңызға зор денсаулық, еңбекте табыс, отбасыларыңызға амандық пен бақ-береке тілеймін. Мерекелік шарада парасат құрмет ордендері мен ерен еңбек үшін және шапағат медальдары және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрметті атақтары өз иелерін тапты. Марапатталушылар қатарында түрлі салада туып жарған үздіктер мен еңбек озаттары бар. Олар еткен еңбек пен төккен тердің еленгеніне дән риза. Бұл тек қана мен үшін емес, менің елім үшін өсіп келе жатқан, кеше ғана облыстық мәртебесін алған Ұлытау облысының жұртшылығы үшін қуаныш, ал мен үшін үлкен жауапкершілік. Біріншіден мен осы ұлыстың ұлы күні, ұлттық мереке, республика күнімен құттықтаймын. Елімізге амандық, саулық, үлкен табыстар тілеймін. Мен Жезқазған қаласында 1970 жылдан бері тұрып келемін. Бұл қалада мен азамат ретінде қалыптасып, мемлекеттік қызметтің түрлі сатысынан өттім. Осы қалада үй болдым, осы қалада балаларым өмірге келді. Сондықтан менің ғұмыр жолымда Жезқазғанның орны айрықша. Республика күні баршамызға бақ береке ала келсін. Аса қуаныштымын. Мемлекеттік қызметке мен 40 жыл еңбек еттім. Соның 20 жылында соңғы Ұлытау аудандық әкімнің аппаратының бөлім басшысы болып қызмет жасадым. Енді бүгінгі мереке күні бүкіл қазақ ұлтын төл мерекеміз 25-ші қазан республика күнімен құттықтаймын. Салтанатты жиын әрі қарай жергілікті өнерпаздар мен Нұрғиса Тілендиев атындағы Отырар сазы оркестрінің концерттік бағдарламасымен жалғасын тапты. Айдана Базарбайқызы, Айдос Өмірбекұлы, Ұлытау телеарнасы. Республика күнінде еліміздің барлық өңірінде мемлекеттік ту көтерілді. Ұлт ұясы Ұлытауда да ұлттық мереке тойланды. Салтанатты шара Әулиетау етегіндегі Таңбалтас мемлекеттік рәміздер алаңында өтті. Ұлттық мерекені ұлықтауға Ұлытау облысының әкімі, құқық қорғау органдары мен жергілікті билік өкілдері қатысты. Ел тәуелсіздігінің басты нышаны көк байрағымыз көтеріліп жатқанда, жиналғандар бірігіп, мемлекеттік әнұранды асқақтатты. Қатысушылар елдік рухты бірге сезінді. Бұл сәт мерекенің мәнін айшықтады. Шара барысында мемлекеттік ту салтанатты рәсіміне қатыстық. Осы республика күніне Қазақстан республикамыз өркендей берсін, және туы биік желбірей берсін. Республика күні елдің тәуелсіздігі мен тұтастығын дәріптейтін мереке. Мерекелік шараға қатысушылар бұл күннің ел үшін ерекше маңызын атап өтті. Рәміздер алаңында қазір енді бұл бүкіл біздің қазақтың 300-300-дің ішінде қанша ру бар, соның барлық таңбасы қойылған. Енді сол жаңа қазақтың қасиетті жер, қазақ жерінің ортасы Ұлытау дегенге дәлел сияқты. Бұл қасиетті жер, бұл қуаныштымыз осындай болған жеріне. Бүгінгі көтерген туымыз
әр уақытта осылай көтеріле берсін. Еліміздің тәуелсіздігі мыңдаған жылға созылсын, мәңгілік болсын. Бүгінгі мінекей республика күні баршаңызға құтты болсын. Барлық елге, жерімізге, Қазақстанымызға тек қана жақсылық, алдағы өміріміз тек қана гүлдене берсін. Ту көтеру рәсімінде үлкенге де кішіге де рух беретін патриоттық әндер шырқалды. Қатысушылар республика күнімен бірін-бірі құттықтап, ынтымағы жарасқан, бірлігі бекем ел екенімізді көрсетті. Гүлмарат Қызыбекжан Маратұлы, Ұлытау телеарнасы. Өңірге жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасының өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Қуандық Қашкенов келіп, ұлтаулықтармен кездесу өткізді. Аталған жүздесуде құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық құзыретіне кіретін сұрақтар талқыланды. Вице-министрдің айтуынша, Ұлытау облысының құрылуымен аймақта құрылыс жұмыстары қарқын алған. Жүздесу барысында тұрғындар тарапынан көгілдір отын тарифінің тым қымбаттығы жөнінде мәселелер көтерілді. Қуандық Қашкенов өнеркәсіп және құрылыс саласында жас облысқа бюджеттен бөлінетін қаржы көлемі артып келетіндігін алға тартып, тұрғындар сауалы қадағалауында болатындығын жеткізді. Ең бірінші жергілікті атқарушы қоятын сұрағы бізге ақша көбірек бөлінсе. Оған мен жаңа айтқан қосымша 24 миллиард бөлінетін болады, 27-4 миллиард бөлінген болса, біз қосымша осы комитеттің отырған жігіттермен бірге тиісті хатты правительство жазып, оны бізді қолдап қосымша 155 миллиард аренда жилища қосымша 1 миллиардқа қосымша. Одан басқа 108 миллиард теңге инфрақұрылымға бөлінді. Одан да басқа да енді өзіңіз білесіздер, судан басқа да үйден де басқа да мәселелер бар. Тозу жүйелерін жаңа өзі айтып кетті. Су бойынша 50%, кәрі жүйелері бойынша 70%-дан асты. Оның бәріне, конечно, атқару үшін тиісті қаражат керек. Енді өз құзыретінде қандай мәселелер болса жазып алдық, қосымша ақпаратты беретін боламыз. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай, қорытынды жаңалықтарда қайта жүздескенше.